көзге жас үйіретін ғибратты әңгіме. Ташкенттік Фазыл қариды көпшілік білсе керек. Ол кісінің әкесі ақылынан алжасқан, ақыл-есі дұрыс емес кісі болған екен. Фазыл қари жұмыстан үйіне келсе, әкесі үнемі: «Балам, мені үйге апаршы» дейді екен. Өз үйінде болса да солай айтады екен. Сосын баласы әкесінің айтқанын екі етпей, көлігіне отырғызып алып, көшені бір айналдырып келіп: «Әке, әні үйге келдік» деп, өз үйіне қайта әкеп қояды екен. Әкесі сонда: «Рахмет балам, бәрібір өз үйіңе жетпейді ғой» деп, баласына мәз болады екен. Күніге осылай қайталанады екен. Бір күні Фазыл қари бір себептермен жұмысынан шығып қалып, көлігінде сатып жібереді. Әкесі күндегі әдетін жаңылмай: «Балам, мені үйге апар» дейді екен. Машинасынан айырылған баласы бір арбаның үстіне көрпе төсеп, әкесін соған отырғызып, ыңылдап машинаның даусын салып, ауланы бір айналдырып кеп: «Әке, әні үйге келдік» дейді екен. Әкесі мәз болады екен. Бір күні әкесі: «Балам, қолыңды жай, мен бүгін саған жақсылап бата берейінші, дұға етейін» депті. Сонда былай дұға еткен екен: «Балам, бүкіл әлемнің патшалары сенің арқаңда жүрсін» деп бетін сипап бата беріпті. Ал ұлы болса: «Қалай бүкіл әлемнің ел билеушілері менің арқамда жүреді? Мен оқымасам, үлкен жұмыста істемесем» деп таңырқапты. «Мейлі, әкемнің ақылы бүтін емес қой» деп күліп үндемей қоя салған екен. Арадан біраз жылдар өтеді. Баласы Фазыл қари дінге бет бұрып 1998-2000 жылдары үлкен қари атанады. Сол жылдары Самарқанның бір кесенесі ашылған ба, мешіт соғылған ба, әйтеуір бір үлкен жиын болыпты. Оған барлық көрші Ресей, Қырғыз тағы басқа мұсылман елдерінің президенттері келіпті. Сол жиынға Өзбекстанның бұрынғы басшысы Ислам Каримов осы Фазыл қариды шақырыпты. Және қариға айтыпты: «Сіз алға түсіңіз, бізге жол бастаңыз» деп алдына өткізіп жіберіпті. Сонда алда келе жатып, Фазыл қари ебіл-дебіл жылаған екен. Жанындағылар таң қалып: «Неге жылайсыз? Артыңызда ел билеген патшалар келе жатыр. Жыламаңыз» депті. Фазыл қари сонда әкесінің берген батасын есіне алып, және оның қабыл болғанын айтып берген екен. Ата-ананың батасы қашанда қабыл болады екен. Тек жақсы батасын алып қалу керек екен.